Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге қажетті түрлі ақпараттармен бөлісемін. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі видеода уақытыңызды үнемдеп, халықаралық қызмет көрсету орталығына алдын ала үйден кезек алып қойып баруды көрсетемін. Ол үшін бізге eGov мобайл қосымшасы керек телефонымыздағы. Қосымшаға кіргенде ең үстіндегі быстрый поиск деген жерге сон деп тересіздер, сол кезде сізге керекті услуга шығады. Осы жерден регион деп таңдайсыз, сізге қай қала керек, мысалға менде Астана қаласы, және Астана қаласындағы қай цонға барасыз. Мысалға Астана қаласы бойынша бізде 6 район бар, соның қайсысы бізге керекті, соны таңдап аламыз. Мен мысалға Есіл районын таңдадым, және де цонға бару сіздің мақсатыңыз. Қандай жұмыспен барасыз, соны осы жерден таңдап аласыз. Менде социальные услуги, яғни әлеуметтік қызметтер, және де қай күні барасыз, соның датасын таңдайсыз, және де уақытын таңдайсыз. Және де бұны 1-2 күн бұрын таңдаған дұрыс болады, себебі дәл сол күні сізге керекті уақыт бос болмауы мүмкін. Және де забронировать деген кнопканы басамыз. Сізге 14-14-тен осындай мекен жай бойынша осы уақытта сіздің кезегіңіз деген хабарлама келеді. Бұл кезектен 10-15 минут бұрын ертерек барып күтіп тұрсаңыз болады. Сіздің уақытыңыз келген кезде басқа адамдардан бұрын кезектен тыс сізді қабылдайды. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.